Сәлем, қалайсыздар? Сәлем, бүгін мен уборка жасайтын боламын. Тұз сумен уборка жасап жатырмын бүгін. Тұз сумен жуып, терезелердің бәрін жуып аламыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бірінші мәрте жуып жатырмын тұз сумен. Жаман энергияларды кетіреді дейді. Терезе есіктерді жуып, тазалап жасап алдым. Міне, енді полымды жуамын. Полымды да тұз сумен жуып көрейін деп жатырмын. Осылай еңбектеп жуып жүрген ғой. Жаттығу болады еңбектеген деп. Полымды жуып, тазалап, тап-таза қылып шықты. Сыртты да сүртіп алдым да, енді обедке тамаққа кірістім. Балдар келем дегенше обедке тамақ істейтін боламын. Бүгін машқа істеймін балдарға. Тез тамағымызды істеп, машқа үземізді. Қазанымызға майымызды құйып, майым көп болып кетті, сол үшін майды кішкентай алып, сорпаға аз болған жақсы. Майлы болса іше алмайды балдар. Арасында осындай билейтін бар сіздерге қуып. Осылай суымызды құйып алдық. Кірімді сап қойдым. Кірімді салып, кір жуатын боламыз. 53-ке қойып жатырмын. Өйткені 1 сағатқа шыдамым жетпей кетеді. Сорпамыз қайнап жатыр, әдемі болып. Осылай. Сөйтіп обедке балдарға тамағын беріп, кірімізді жуып, осы өміріме де қанағат қыламын. Құдайға шүкір деймін осылай отырғаныма. Менің каналыма ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып